Сәлем баршаңа. Бүгін біз бірыңғай тестке келетін ағылшын тіліне келетін сұрақтарды нұсқаны талқылайтын боламыз. Бірінші нұсқа 30 сұрақтан тұрады. Жауаптарымен кәдімгі бастайық. The first question. Дұрыс жауапты таңдаңыз. Do you like cakes? Of course I do. Яғни саған торт ұнайды ма дейді? Иә, әрине ұнайды. Дөмен жауапты және дөмен жауап береміз. The second. Фразалық етістіктің аудармасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Киіну, яғни киіну деген сөздің фразалық етістікпен біз put on деп айтамыз. Яғни put on дегеніміз киім кию. Put at дегеніміз келмейді. Put for, put in деген сөздер бұлар сәйкес келмейді. Келесі. Герундимен сөйлемді табыңыз. Яғни герунди сөйлемде бір зат есімнің рөлін беріп тұрады. Мысалға, the first, I enjoy traveling in summer. Маған жазда саяхаттағанды жақсы көремін, иә. Демек, мен нені жақсы көремін? Сонда нені деген бізде traveling, саяхаттағанды жақсы көремін. Демек, бұл бізде герунди рөлін ойнап тұр. Traveling деген сөз. Ал келесі сөйлемде he is going to read the book дейді. Ол кітабын оқиын деп жатыр. Демек, бұл жерде to be going to деген форма тұр. Сондықтан бұл келмейді. Бізде I swim every day. Бұл present simple бізде келмейді. I'm doing my homework. Ол мен қазір үй жұмысын жасап жатырмын дейді. Бұл present continuous. We are watching TV now. Бұл да бізде present continuous. Яғни бұлардың бәрінде естігінде ing жалғанып тұр деген оның бәрі герунди деген емес. Бізде ана жерде traveling дегеніміз зат есімнің рөлін ойнап тұр, сондықтан ол герунди болады. Next question. Қажетті есімдікті таңдаңыз. Is this young man деп сұрап тұр. Демек, мынау жас адам. Қайда демейміз? Кімнің демейміз? Кім дейміз, е? Who is this young man? Мынау жас адам кім? Қалғаны бізде келмейді. Яғни сөйлемді аударсақ өзі шығады. Next. Есептік сан есімді табыңыз. Есептік сан есім деген бізде 1, 2, 3, 4 деген сандар. Біріншісі ninth деген 9-шы, олар реттік сан есім келмейді. Second, екінші, fifth, 5-шы, яғни реттік сан есім. Келесі 11. Міне бізде есептік сан есім 11 деген сан бізге келіп тұр. Келесі сұрақ. Сілтеу есімдігінің дұрыс нұсқасы. How much are they? Badges деп айтпаймыз. They деген олар badge-тер қанша демейміз. How much are those badges? Анау тұрған badge-тер қанша деп сұрап тұр, яғни those аналар деп көпше түрге айтқанда қолданамыз. That жекешеге қоямыз. Their олардың деп айтамыз. This мынау, яғни бізде көпше түр болғандықтан олар келмейді. Next. Unreal conditional. Яғни unreal conditional деген бізде second және third conditionalдар айтамыз. Яғни the first. Would you like a cup of tea? Чай ішкіңіз келеді ме дейді. Яғни бұл жерде ешқандай unreal сөйлем жоқ. Бізде бұл емес. If you come to my country, you will have a good time. Егер менің еліме келсем, керемет уақытың өтеді. Бұл бізде first conditional. Яғни ол real sentences, іске асады. Келесі a lot of people would be made redundant. Ол келмейді. I am sure your husband would understand you. Келмейді. If you came from my country, you would understand us better. Егер біздің елге келгеніңде, сен бізді жақсырақ түсінетін едің. Міне бізде мынау second conditional. Осы бізде unreal conditional болады. Second conditional.
Next, choose the correct form. He to play football with his friends. He ол достарымен футбол ойнағалы жатыр. Ойнайын деп жатыр. He is going to play. Я біз he be going to деп айтпаймыз. He will going to play деп айтпаймыз. He denken am going деп айтпаймыз. He shall be going деп айтпаймыз. Демек, A жауабы дұрыс. Келесі. 9. Бөлшекті сұрақ жазаңыз. He wasn't at home. Ол үйде болған жоқ. Солай ма? Деп сұрағанда, біз was he деп жауап береміз. Яғни сөйлемнің басы бізде болымсызбен басталды. Демек, біз оны болымдымен сұрақ қоямыз. Ал егер болымды сөйлеммен басталса, болымсыз деп wasn't he деп қояр едік. Next, read the text. Kansas is known for many things with sunflowers and tornadoes. What famous story set and features a tornado? Tornadoes are storms with rapidly rotating winds that form a funnel cloud, also known as twisters. They extend downward from the huge clouds severe thunderstorm. The winds that rotate within a tornado usually reach a speed of almost 30 miles per hour. A tornado often sweeps through an area quickly, but it can cause considerable destruction. There have been a number of remarkable reports of tornadoes. So, question. What is Kansas known for? Яғни, Kansas деген несімен атақты жерді айтады. It is not speed, жылдамдық емес, report емес, track туралы айтылған жоқ, it is tornado. Яғни, торнадо көп болатын жерді айтады Канзас штатында. Next. Берілген сұрақтың дұрыс жауабын таңдаңыз. How many crosses are there on the flag of the UK? Яғни, Ұлыбританияның жалауында қанша сызықтар бар? There are 3 crosses. Сөйлемді толықтырыңыз. Would you like to listen to some music? Музыка тыңдағың келеді ме деп тұр. Бұл сөйлемде біз some қоямыз. Next, 13. Айдос the work of 2 people. Айдос 2 адамның жұмысын жасайды. Айдос was done демейміз, ол дұрыс сөйлем келмейді. Айдос do деп айтпаймыз. Айдос is done деп айтылмайды. Айдос will do деп айтамыз, яғни келер шақпен айтылады. Айдос 2 адамның жұмысын жасайды. Next, see of фразалық етістігінің мағынасын табыңыз. See of фразалық етістігінің мағынасы make progress келмейді, stop working келмейді. Ол see somebody leave, біреудің кеткенін көруге. See of дегеніміз. Күрделі толықтауыш бар сөйлемді табыңыз. Complex object. There is not much water in the pond келмейді. There must be some solution of the problem келмейді. Бұл сөйлем бізде ешқандай күрделі толықтауыш көріп тұрған жоқпын. We want that there should be no war келмейді. Келесі сөйлем I expect you to do them all. Яғни күрделі толықтауыш мына жерде бізде бір етістік тұр. I expect you, мен сенен to do орындағанды қалаймын. Мен сенен оларды жасағанды күтемін. Демек бізде 2 етістігі күрделі толықтауыш болғандықтан бізде осы комплекс object деп айтылады. Келесі. Есімшенің дұрыс нұсқасын табыңыз. The paintings I haven't been found yet. Яғни, мына жерде still деген сөздің 2-ші, 3-ші формасы жазылған. Still ұрлау, ұрланған картиналарды әлі табылған жоқ деген сөйлем. Демек, the having stolen деген сөйлем бізде келмейді.
have stolen келмейді, яғни ұрланған картинкалар ол stolen үшінші формамен айтамыз. Stolen paintings haven't been found yet. Next. 17. A world treasure which is preserved with UNESCO funds in Almaty region. It is Tamgala Gallery. Әлемдік жаңағы қорыққа кірген ЮНЕСКО-ның құрамында Алматыдағы қорғалған жаңағы қандай әлемдік қазына, ол Тамғалы галереяны айтады Қазақстандағы, Алматыдағы. Choose the correct form. Children to respect their parents. Балаларға, яғни ата-аналарын құрметтеуді үйрету керек. Бұл бізде passive voice, яғни future passive voice, келер шақтағы passive voice түрі. Children taught демейміз, is taught деп көпшеге айтпаймыз. Shall taught сөйлем болмайды, демек children will be taught болады. Бізде, яғни оның формуласында, бізде future passive'дің формуласында to be'ге қосамыз етістіктің үшінші жағы. Ары қарай. Complete the sentences. 19. The club is for members only. Клуб тек қана клуб мүшелеріне арналған. You can't go only if you are a member. Келмейді сөйлем бізде. You can't go in unless you are a member. Сөйлем дұрыс емес. Демек, you can go in unless you are a member. Сен егер клубтың мүшесі болсаң ғана кіре аласың. Яғни мына сөйлем бізде дұрыс сөйлем. Дұрыс сөйлемге жатады. Ары қарай. Next. Дұрыс бағанық сөйлем табыңыз. Бұл жерде дұрыс ретімен құралған сөйлем. They laughed at what he said. Яғни ол не айтқанына қарап олар күлді оған, They laughed at. Laugh бізде at-пен жүреді. Plural of nouns, яғни зат есімнің көпше түрін таңдаңыздар. Men, яғни man, ер адам, men, ер адамдар. Wolf, қасқыр, wolves, қасқырлар, және mouse, тышқан, mice, тышқандар. Яғни бұлар ережеге бағынбайтын көпше түрдегі зат есімдер. Осылай жасалады. Next. Gerund. Gerundде бар сөйлемді табу керек. 22-де. The students are busy in studying for exams. Студенттер заняты емтихандармен оқып жатып, және preparing for exams, яғни емтиханға дайындалып жатыр деген сөз. Осы екі сөз келеді. Қалған сөздер келмейді. Ары қарай. Choose the words with the first type of syllable. Бірінші типтегі буынды сөзді оқимыз. Бірінші типте бізде humidity, яғни U әрпі дұрыс. Бірінші типте U болады. Pollution келмейді. Cope бірінші типте O деп оқылады. Ол бізде дұрыс. Cope, rose деп оқылады. O әрпі. Extractive келмейді. Ары қарай. Pass бірінші типтегі сөз емес. Және бізде safe, яғни A әрпі алфавитте қалай оқылады, солай ол бірінші тип болып саналады. Safe деген сөз. Мыналары бізде келмейді. Келесі. Complete the question with the right phrasal verb. Яғни фразал есіктің дұрыс түрін қою керек сөйлемге. Do you think platform shoes will come back in the autumn? Және бізде go back, яғни come back және go back, яғни осы жер келеді. Next. Complex object. Табу керек сөйлемді.
The students are supposed to come. Бізде келмейді, дұрыс емес. Complex object емес. She said to speak English fluent. Ол бізде complex subject. Ары қарай complex subject. I saw the fire slowly conquering the house. Яғни мен мынаны көріп тұрмын дейді. Оттың үйді орап баратқан, иә. Және he considers this question to be of great importance. Яғни мына жерде бізде complex object болады. I watched her appear. Оның пайда болғанын көрдім. Яғни бізде екі етістік тұрғандықтан күрделі толықтауыш болып саналады. Next. Choose the right answer. We are going. Яғни қайсысы келеді? Go мен ing қосылса. Go dancing. Go dancing мен жүреді. Be-ге бару. Go waiting деп айтпаймыз. Go talking деп, go smiling, go coming деп айтпаймыз. Go dancing. Go skiing. Шаңғыға бару. Және go shopping. Дүкенге бару. Яғни осы естіктермен ғана go келеді, иә? 28-де текст. Текстті David Strong деген туралы. Яғни бұл жерде they were impressed by beautiful scenery because the way they spent their vacation was wonderful, unusual and interesting. 29. Find subjunctive mood. Subjunctive mood бар сөйлемді іздейміз. If I were you, I visit. Дұрыс емес, яғни if I find your, бұл бізде келмейді. If you got lonely, сөйлемді келмейді. Subjunctive mood. If I were a grown up, сөйлем дұрыс. Және бізде I wish I lived not far from here. Яғни мен мына жерден алыс емес тұрсам ғой деп тілекпен, өтінішпен айтып тұрғандықтан мына жерде I wish I lived өткен шағымен айтып тұр. Бұл бізде subjunctive mood. Және negative pronouns дейді. Choose the negative pronouns. Negative. Nobody, ешкім. Nothing, еш нәрсе. And some дегендер бірнеше, олар бізде келмейді. Nowhere, нигде, еш жерде деп айтылады. Осы бізде негатив пронаун болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Goodbye.